Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, ешқандай сүтсіз, айрансыз жасалатын, ажурный болып шығатын блинчиктің рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқамыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Енді үстіне қантымызды саламыз. 3 ас қасықпен өлшеп, қантымызды салып аламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің қантымыз еріген уақытта енді үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Бізге ешқандай миксердің қажеті жоқ, венчикпен араластырсақ жарай береді. Енді осының массаның үстіне бөлме температурасындағы суымызды құйып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Ұнның барлығын бірден қоса салмай, шетінен қоса отырып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей барлығын араластырамыз, мұқият араластырыңыздар, арасында ешқандай түйіршіктері қалмауы қажет. Бізде осындай сұйық масса дайын болды. Енді қайнап тұрған ыстық суға, яғни қайнап тұрған суымызға ас содасын салып, араластырып аламыз. Содан соң жаңағы сұйық массамыздың үстіне шетінен қоса отырып, осылай венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Барлығын бірден қоса салмаймыз, 2 немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Бізде осындай сұйық массамыз дайын болды. Енді осы массамызды табамызды алдын ала қыздырып қойып, шетінен құя отырып, екі шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Видеодан толықтай барлығы көрініп тұр. Біздің блинчиктеріміз аралары ашық-ашық болып, ажурный болып шығады. Мінекей барлығын осылай екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Тез арада піседі және құрамы да қарапайым, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, салаттардың және тәттілердің рецепті бар. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар және қасындағы қоңырау батырмасын басыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Мінекей осымен біздің блиныларымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы менің рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.